Dostlar, mene ötkendегі туған қойлар, туған қозылар. Мә, кәдімгідей адам болып қалды. Міне мына дәу қоз, бірінші туған қоз. Құйрықтары шығып кәдімгідей. Дәу қозы болды бұларда. Так, міне бізде көк айна мұз болып жатыр, мұз айдын. Су мәшинемен суға келген біз. Талжон бар, бекарыс бар бәріміз. Су таппай жүрміз. Судың бәрі мұз. Міне біздің қасқабұққа 4 айдай уақыт болды ма? 4 ай. 4 ай 15 күн ба? 4 ай. Қанша болды? Сондай болып қалды мөлшер. 4 ай 10 күн ба? Болды. Қой. Еркелейді өзі. Пөшкөнейді. Көшкөнейді. Болды. Ай, молодец. Айбат екен ғой өзі, айбат. Мен сөзім болды. Болды ғой. Кеуіп жүрерім екесін. Тұрыштыр. Оң тазылайық. Асау болды олуға. Қайырлы күн достар. Бүгін бізде өте қызу тіршілік болып жатыр. Қарбалас жұмыс. Мынау су әкеп жүрген телешка. Өткенде мәшинемен алып келе жатып, мына бір жерінен сынды. Санап үйге жеткенде сынып, қайта соны сваркілеп қойдық. Жасап жатырмыз. Мына жақта сварка. Мәшиненің колодкасы, анау ұсақ түйектері тоже шашылып жатыр. Енді мына жерде мына телешкені өзін көтеретіндей бір ойластырып жатырмыз. Яғни түсіру амалын жеңілдету. Қолмен тиіміз, қолмен түсірмес үшін бір автоматты түрде бірден ойластырып жатырмыз. Ойластырған соң көрістен болатын болам. Давайте. Oldu erkeleme. Erkekinde şöyle var. Tülüp жатыр. Тыныш тұра қалады арқасында. Қарасаң. Біздің пашкөне ерке бұқа. Қан еркеліш. Пашкөнеде пашкөне. Көшкөнейді көшкөней. Өшкөнейді өшкөней. Өшкөнейді өшкөней. Байқаш мен сүз берме. Қорқытасың адамды. Көшкөнейді көшкөней. Пөшкөней. Ерке ғой. Көшкөней. Бізде күн шуақты болып тұр сондай. Бекарыс екеумізбен далада жүрміз. Көкшөкте жатыр. Бұзаумен ойнайды. Қасқа бұзау. Ойна бұзаумен. Иә. Сол жарайды достар. Күнделікті осындай тірлік. Осылар сүйдің болған. Оған жармасын болмайды. Кейін үйініп қалса қиын жұмыс болып кетеді көп. Күніне 2 ташқы, 3 ташқы шығады. Нормально. 15-25 минут уақыт кетеді. Тауып тоғып жатыр мен. Ондай
Onday alып. Күніне 10 жұмыртқадан туып жатыр тауықтар. Bir haftada 50-60 жұмыртқа жинап жатырмыз. Алпыс тауыққа 12 төшті. Сонда 5 төшке бір тауықтан келе ме? Осылай ұстасаңыз да көрмекті болады. Қайырлы кеш баршаңызға. Қас қарайып кеш батып, бүгін қаңтар айының 18-і жұлдызы. Күн ұзарып, ақпан айының 18-і күн ұзарып жақсы болып қалып жатырмыз. Мынау күзде туған сиырлар, мынау кішкене жүдеу сиыр. Жем жейді кешке таңертең. Кішкентайдан. Мынау өткенде туған бұзау, мына дөнежін. Өткенде туған 2 жас бұзау бар. Сол екеуі де жемде. Кешкі мал жөндеу уақыты. Бүгін мыналарға бидайдың жармағын сабым, өздерінше жемейді. Арпаның жармағын жеп жүріп. Мына тайыншаларда өздерінше бидайдың жаңағы жармағын менсінбей арпаны жеп қалған, бидайды ауыздарына тұрып қалды ма, не болды сендерге? Шөп тұрып жатыр. Бидайдың жармағы ұнамай қалды ма? Шөп тістегі ұрып жатырсыңдар. Бір жеңдер. Бізде осылай күнделікті аттың астын тазалау, сиырдың астын тазалау. Осындай тіршілікте болып күнделікті жасамасам, бір алып қала береді, содан кейін тазалау өте қиын болады. Мынау сағырлар кешкісін сиыр жеп қояды. Мына жақта бізде 2 сиыр туды. Өте қуанышты жаңалық. Кеше туған біреусі, бүгін түнде біреусі туды. Жатқаның бар. Мына түнде туған сиыр біреусі. Таптайсың аяғыңмен. Жатыр бұзау. Дөнежіндер. Тауықтар да жанталасып туып жатыр, күніне 10-15 жұмыртқа. Жақсы бәрі.